Сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, оңай дайындалатын, әрі балаларыңыз сүйіп жейтін сырные шарики дайындайтын боламыз. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін, әрі жасап көрулеріңізге 100% кеңес беремін. Ірімшігі езіліп, созылып өте дәмді болып шығады. Дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан өздеріңіз жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: ірімшік, жұмыртқаның ақуызы, қопсытқыш, ұн және де кептірілген нан ұнтағы қалауларыңыз бойынша. Бұны қоспай қойсаңыздар да болады. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаның ақуызын саламыз. Үстіне шым-шым тұз саламыз. Енді осы ақуызды ағарғанша жақсылап миксерлейміз. Бірінші жай жылдамдықтан бастаймыз. Әрбір 30 секунд сайын жылдамдықты арттырамыз. Мінекей, ақуызымыз дайын. Табақты осылай төңкерген кезде ақуызымыз ақпаса, дайын дегенді білдіреді. Екінші, ірімшікті үкіштен өткізетін боламыз. Тістері майда болуы тиіс. Мінекей дайын. Енді осыны ақуызымыздың үстіне саламыз. Араластырамыз. Мінекей дайын. Енді осының үстіне ұнымыз саламыз. Қопсытқыш саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Құрамдардың барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Қанша граммнан салу керек екенін сол жерден көре аласыздар. Ұнымыз бен қопсытқыш барлық жеріне тиюі қажет. Мінекей дайын. Аз-аз бөліктен бөліп алып, қолымызбен 5-6 қайтара қысып барып, алақанымызбен домалақтаймыз. Барлығын осылай домалақтап шариктер жасап шығамыз. Мінекей осылай. Дайын. Барлығын домалақтап шариктер жасап шықтық. Үстіне нан ұнтағын себеміз. Енді араластырамыз. Барлығына жеке-жеке сеуіп отырғанша шұңғылдау табаққа салып, осылай жасағанымыз тезірек. Осы аралықта майда қыздырып қойыңыздар. Мінекей дайын. Мінекей майымыз қызып дайын тұр. Майымыз қатты қызған болуы тиіс. Салып шығамыз. Қасықпен немесе осылай шанышқымен аударыңыздар. Небәрі 10-15 секунд қана кетеді. Қызарғанша ғана қуырамыз. Осындай сүзгіштің көмегімен сүзіп шығарамыз. Барлығын осылай қуырып шығамыз. Мінекей, сырные шариктеріміз дайын. Ірімшігі езіліп өте дәмді болып шықты. Сырные шариктерді ыстық күйінде жеген дұрыс. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркеліп қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.